жалпы мемлекеттен бір субсидия тендер алып көрмеген. Өкіметке қатысы жоқ, өздігінен көтерілген кәсіпкерлердің бірі. Осындай компания деңгейге жеткізген бір қандай нәрсе айтсаңыз болады? Бәріміз кәсіпкер, ағам неге Шымкентте жоқ? Мен өзім Шымкенттікім. Енді Шымқала енді тамақтың отаны ғой. Кәсіптің отаны. Сырымбек ағаның тұңғыш ұлы, үлкенсің ғой, иә? Әкең сияқты кәсіпкер болғың келе ма жалпы? Біздің ауыл жобасының жалпы идеологиясы неде? Қазақтың жерін біз өзіміз алып, өзіміз игермесек, біреу келіп игереді оны. Мақсатың ақша табу болса, былай қимылда. Мақсатың бала, туысқан қарым-қатынас нығайту болса, былай қимылда. Шымкент ол мойындау керек. Ассалаумағалейкум. Амансыз ба? Ассалаумағалейкум. Сен көрінбейді ғой деп отырмын. Қалай? Ассалаумағалейкум. Сіздер Нұралы Мете YouTube каналдасыздар. Біз блогтың бәрін Шымкентте түсіріп жатыр едік. Бүгін Аллахтың қалауымен Алматыға келдік. Оған себепкер Сырымбек Тау ағамыздың Сантайрес компаниясының мерей тойы 20 жылдығы. Мынандай үлкен керемет тойханада жерде блогер де бар, әншілер де бар, кәсіпкерлер де бар. Осы Қазақстанның танымал барлығы бар. Алдағы уақытта мүмкіндігінше сол кісілерден сұхбат аламыз. Бірге болыңыздар, қызықтан қалып кетпеңіздер. Сантайрес компанияның 20 жылдығына кеп қалсам, досымды тауып алдым. Студент кезде бірге араласқан Әділхан бауырым. Әділхан, Сырымбек ағамен әріптессің ба? Сапарлассың ба? Біз Сырымбек ағамен Жапонияға турға барғанбыз 2024 жылы. Сол жерде 15 күн бірге жүріп, сол Сырымбекпен танысып, араласқанбыз. Құрметті оқырмандар, Әділ Шымкентте тендер саласында қалада, енді бұл өзі сондай кәсіпкер өзі, тығылып жүретін кәсіпкер. Қалада қазір таңда Қонаев көшесінде үлкен қалада жоқ ғимарат салып жатыр. Оны көре жатарсыздар. ЖК Бәйтерек салды. Стройка барысы не болып жатыр? Құрылыс барысы. Жақсы бәрі салып жатыр. Шымкентте бастадыңыздар ма? Не бар, объекті бар. Соларды бастап салып жатырмыз. Құрылыс қашан аяқталады деп жатсыздар? Қашан жоспарлап? Бұйырса жылда бір ЖК ғой. Жылда бір ЖК-ны аяқтап отырамыз. ЖК-ның аты қалай аталады? ЖК Райс Тауэр деп аталады. Қонаева көшесінде. Құдай қаласа жақсы іс жасап жатсыз. Біте берсін. Қайырлы күн, құрметті қалайық. Бүгін мен қысқаша осы компаниямыздың 20 жылдық
тарих туралы мәлімет беруге келеді. 2006 жылғы тамыз айында Жапониядан 10 күнді қолданылған автокөліктерін алып келіп сатумен айналысатын Dako Motors KZ компаниясын құрдық. 2009 жылы қолданылған шина сатумен айналысып бастадық. Елімізде дамып жатты, машиналар саны артып жатты, сондықтан жаңа шиналар сатуға бел будық. 2012 жылы елімізге Троян компанияны алып келдік. 23-ші дилерлік тіркелдік. Осы жерде айтатын, осы 20 жылдың ішінде біздің жеткен үлкен жетістігіміз бар. 2010 жылы Жапонияның әйелі Йохама бренді екінші дилер болып Қазақстандағы тіркеліп жұмыс істей бастадық. Осылай жаңа шиналар сатумен айналысып жатқанымызда 2016 жылы Қазақстандағы эксклюзивті дистрибьюторын алдық, Йохама бренді. Бұл біздің бірінші үлкен жетістігіміз. 2017 жылы жылдың басында Қытайның Троян брендінің 23 күннің ішінде біз ғана қалып эксклюзивті дилерін алдық. Бұл біздің екінші үлкен жетістігіміз еді. Құрметті оқырмандар, Сантайрыс компанияның 20 жылдығы керемет өтіп жатыр. Қазір алдында Бектемір, Сырымбек ағаның тұңғыш ұлы. Үлкенсің ғой, иә? Мен өзім бойым ұзын ба десем, Бектемірдің жанында мен бойым былай қарап отырмын. Жалпы Бектемір, қазір немен айналысып жатсың? Сабақ оқимын, спортпен айналысамын. Арасында жұмыс істеймін. Қай спорт? Баскетбол. Баскетбол, иә? Енді әкең сияқты кәсіпкер болғың келе ма жалпы? Біздің YouTube каналымыз кәсіпкерлерге арналғандар. Қазір енді сабақты да, жұмысты да, спортты да бірге алып жүрсің ғой, иә? Қиын болып жатқан жоқ па? Қиын. Жасың қаншада қазір? 19-да. Жасың шешім қабылдайтын кез келді ғой? Иә, әрине. Енді бәріне үлгерім келеді, бірақ дегенмен қиын, сол бір жағын таңдап шешім жасау керек. Мен өзім айтар едім Бектемірге, спорт деген мынандай, жалпы қуасың 22, 23, 23, 25 жасқа дейін. Шықса шықты, шықпаса өзің тірлігіңмен айналыса бересің. Егер сен қазір енді кәсіппен айналысып, мынаны тастап кетсең, бір өкініш қалуы мүмкін да. Қумадым ба, менде атақты болармын. Менің енді өзім жеке ойым, осы спорт саласын барынша мүмкіндікті пайдаланып, енді сені жасың 30-ға дейін күтіп жүрмейді ғой. Өзі 23-24 жаста бала дайын болады, ол кезде дайын болмасаң, осы кәсіпке өткен дұрыс деп ойлаймын. Жалпы, болашақ өзіңді кәсіпкер көресің бе? Әрине, әкемнен үйренгендерім бар, әкемнен көргенім бар, әкемді үлгі тұтамын. Әкеңнің бір үш қасиетін айтшы, кәсіпкерлік жағынан. Басты үш қасиетін көреді. Бірінші ойым, әкем қол ашық жан. Қол ашық? Әкем басқаларға көмектескеннен жолды әрдайым ашық деп ойлаймын. Дұрыс, әр кәсіпкер көмектессе, Аллах тағала оған еселеп береді. Бірінші қасиеті, екінші қасиеті. Екінші қасиеті, әлі үстінде кішкентай кезімізде әкем екеумізде бірге барып дөңгелек таситынбыз. Әкем еңбекқор. Сырымбек аға, балаңызды сұхбат алып жатыр едік. Екеуміз бітіріп мен кеттім. Бүгін Сантайрыс 20 жылдық мерейтойда Жеңіс ағаны кездестіріп қалдым. Жеңіс аға, осы кәсіпте бұрыннан жүрсіз. Жалпы неге біздің Қазақстанның кәсіптері, әлемдік кәсіптер ұқсап 100-200 жыл тарихтары жоқ? Неге қысқа? Енді 20 жылдықты бүгін көріп жатырмыз ғой, мысалы. Иә, қазір көріп жатырмыз. 2000-нан бастап біз енді 93 жылы ғана тәуелсіздік алдық. Былайынша қарасақ, жаңадан туылдық десек те болады. 100 жыл бойы біз
басқа елдің қол астында болдық мысалы. Оның алдында 1920 жылға дейін біздің тарихымыз керемет. 100 жылдар бойы біздің кәсіптеріміз де бұрынғы жаңағы аталарымыз, бабаларымыздың барлық кәсібін жалғастырып бері қарай. Просто біз тарихымызды бізге қандай болу керек соны ғана берді да біз солай ойлаймыз просто. Негізі бізде болған и болады. Алла қаласа, алдағы уақыттарда 100 жылдық, әрине 50 жылдық компаниялар болады. Ол болады, өйткені міне сізге дәлел бүгін 20 жылдық біздің компаниямыз тағам асхана желісі халал фуд компания бізге 15 жыл болды. Тұрақты істеп келе жатқанымызға. Ал енді оған дейін біз ана жұмысты, мына жұмыстың басын көрдік та, өзіміздігін тауып, енді осыны ары қарай дөңгелетіп, мысалы, орып келе жатырмыз да, мысалы. И дәл қазір бүгін 30 жылдық, 20 жылдық бізде компаниялар өте көп. Мен ойлаймын, біздің Алла қаласа болашақта біздің осындай атадан атаға қалатын үлкен кәсіптің көздері көбейеді деп ойлаймын, Алла қаласа. Тағы екінші сұрақ, жаңа екінші сұрағым, тағамға қанша жыл болды деп айтайын деп едім, өзіңіз жауабын айтып қойыңыз. 15 жыл болды. Тағам неге Шымкентте жоқ? Мен өзім Шымкенттікімін. Мен айтамын ғой, енді әзіл деп айтамын, мен жаңағы самоубийца емеспін деймін ғой. Енді шым қала, енді тамақтың отаны ғой, кәсіптің отаны. Енді соның ішінде тамақ өндірісінің отаны. Енді біздікі, мысалы, Шымкенттің тамақтарына жетеді деп мен айта алмаймын. Өйткені біз әр адам өзінің күшін білу керек қой. Самоубийство дедіңіз ғой, Шымкент не, баға жағынан ба? Жоқ, олар ассортимент болсын, баға болсын, сервис болсын, бүкіл жағынан Шымкент ол мойындау керек. Мысалы, түріктерді біз мойындаймыз ғой, ресторатор, гостиничный бизнесте, мысалы. Сол сияқты Шымкенттің жігіттерін мойындау керек. Ол кәсіпте, саудада, басқада деген сияқты. Алдағы уақыттарда Құдай қаласа көріп қаламыз ба? Әрине, ол Шымкентке біз для галочки кіреміз. Пайда табу үшін біз. Компаниямыздың? Біз осы жерде бармыз деген. Түсінікті. Даже біз оның алдында бізде трикотаж деген, әлемі деген дүкен болды бізде, киім сататын дүкендер болды. Біз Қазақстан бойынша 100 дүкен қойдық. 16 облыста сол кезде. Соның үшін біз Шымкентке соңынан кірдік. Киімнің саласында да Шымкентте ешкіммен ол не істеуге болмайды. Шымкенттікті негізі көп адамдар Шымкентте конкуренция оңай емес. Оңай емес. Біз енді сол Шымкентте жүріп кәсіпкер болып, бізге де оңай болып жатқан жоқ. Алпауыттар келеді, кейбір алпауыттар ойынан шығып кетіп те жатыр. Енді мысалы деймін да, мұнда басқа жақта мысалы бос рынок дейміз ғой, жаңағы нарықтар бар кезде несіне бәріміз бір жерге бар шоғырлана береміз деймін да, мысалы. Басқа да региондар бар. Басқа региондар толып жатыр ғой. Дұрыс айтасыз. Ол зачем төбелесіп, мысалы. Енді сіздің соңғы уақыттарыңызды хит болып жатқандарыңыз көріп жүрік көзбен, соңғы кездері. Осы біздің ауыл жобасының жалпы идеологиясы неде? Негізгі идеологиясы ол бала тәрбиесі. Бала тәрбиесі. Біріншіден, ол негізгісі сол. Екінші идеология ол ауыл шаруашылығын дамыту. Жалпы біз өндіруші ел болу керекпіз. Біз өзіміздің тамақ өндірісін өндіру керекпіз. Бұған келген себебіміз біз тағамда жүріп, тамақтың жаңағы өзіндік құнын азайту үшін біз енді өндірушіге барамыз ғой. Өндірушіден бірінші алу керекпіз деп барсақ, бәрі шетелге барып тіреледі. Қазақстанда жоқ. Сонда қызанағымыз бар, қиярымыз бар, капустамыз бар. Элементарный нәрселерді біз шетелден аламыз. Сонда Қазақстан 9-шы орында тұр деген аты ғана бар да, бірақ біз өзіміз күнделікті жейтін тамағымыз өндіре алмайды екенбіз. Өзіміздің нарыққа. Мысалы, одан кейін менде мынандай ұғым пайда болады. Қазір білесіз, бәрі химия тамақ. Сіздің осы біздің ауыл жобасында бәрі табиғи. Осыны бір шетінен қазақ халқынан бір мәдениет қалыптастыру ма деп ойлаймын. Дұрыс. Таза нәрсе жеу. Одан кейін енді біз оны егіп үйрендік та енді. Қарасақ, ексек ол айтады, мынаны қос, мынаны қос дейді. Неге қосам оны десем, өйткені бұл тез қызартады, тез пісіреді дейді. Ол қалай болады? Ол зачем маған? Олай керек емес, былай істейік та. Деп енді біз соның биосы бар, органик дейміз, басқа дейміз, мысалы, соған қарай ұмтылып келе жатырмыз, мысалы. Бірақ мен сізге айтайын, өкінішке орай кейбір нәрселерді жөндей алмаймыз. Қазір сізге, бізге, біздің балдарға шын табиғи берсе, уже біз жей алмаймыз оны. Ондай жеңгеге өткеттеміз негізі. Біз өзіміз, мен де СССР-дің уақытысын көрдім. Сол кезде біз көбінесе табиғи жеп нәрсе өстік. Мен сіздің біздің ауылымызда байқаймын, көбінесе ауылдың тұрмыстық жағдайлары. Жалаң аяқ жүруіміз бар, анан теру бар, малдың
жұмыртқаны алу маған қатты ұнайды. Сосын осы 2026 жылы сіздің видеоларыңыз маған себепкер болып, мен Шымкент қаласында Түлкібас деген жер бар бізде, табиғат керемет. Сол жерден 180 гектар жер алдым. Молодец, күшті, құтты болсын. Енді ол білмеймін, ол аяқ асты болып. Жоқ, ол дұрыс қой. 180 гектар жер. Енді осы проектті енді биылға мен қазір проект жасатып жатырмын. Енді алдағы уақытта сіз бір себепкер болып, осындай проекттер көбейсе Қазақстанымыз. Менің арманым, мен айтамын, келіңдер, көшіріңдер. Мысалы, ешқандай не, мен еще не айтып беремін, қай жерімізде қате кетті, қай жерде қалай істеу керек. Мен бұны өзім үшін істедім. Егер де сен мысалы мақсатың ақша табу болса, былай қимылда. Мақсатың бала туысқан қарым-қатынас нығайту болса, былай қимылда деген сияқты. Оның бәрін мен сіздерге айтып беремін. Өзімнің істегенімнен, тәжірибемнен. Мысалы, сол үшін біз даже біздің ауылға келіп, адамдар өзі, мысалы, құс баққысы келді ма, мысалы, келіп бір апта, бір ай ма өз еркінде жатып, құс бағып үйренсін. Сосын бар түсінеді ол. Бір аптаның ішінде, бір айдың ішінде мысалы түсініп алады. Керек па ол оған, ол керек емес па? Көзі деп жатсыз ғой. Иә, калькуляция. Не аласың сен? Қора салып, балапан алып, оны өлтіріп, оны қиратып, енді болмайды екен деп не аласың оны? Мысалы. Менде мынандай инсайт болды. Сіз танисыз, Ұлан Құрманғалиев деген бауырымыз, бәріміз бір алтын сандықтамыз. Мен де соның мүшесімін. Мықты жігіт. Өткенде сонымен Ұлан Құрманғалиевпен сөйлескен кезде сіздің айтты, Нұралы деді, сен бастайсың. Жеңіс аға пайда үшін істеп жатыр ма деді. Сен ойлайсың, анаң бәрі ойлап жатыр, пайдаға жатыр. Жеңіс аға ол жерден пайда көріп жатқан жоқ деп айтты. Жалпы сол рас па? Пайда болғанда былай. Биыл біздің ауылда бір жылдық шығын 100 миллион теңгедей. Қазір. Биыл. Сіз енді мен сіздің бизнесін көріп жатқан ұзақ уақытқа капитал салып жатсыз. Ол енді Алла қаласа жемісін береді. 100 миллион теңге шығын бар. Және 100 миллион теңге реинвестиция дейміз ғой, ана сынып қалды, бүйтіп қалдықтар жөндеу үшін. Сонда бізге нольге шығу үшін біздің ауылдан 200 миллион теңге бір жылда табыс кіргізу керекпіз. Бұл біздің сол кезде біз табыс таппаймыз, біз ноль боламыз, ақша салмаймыз просто. Қазіргі уақытқа дейін біз ақша салып келе жатырмыз, 5 жылдай ақша саламыз деп өзіміз жоспарладық, 3 жыл, 5 жыл. Енді Алла қаласа биыл уже жаймен бірінші 100 миллионды біз табуымыз мүмкін. Бірақ ол тапқанда қалай жаңа шығындарды кетеді. Айлығын төлейміз, адамдардың жұмысшыларға, анаған бәрін төлеген кезде ол кетеді ноль. Енді біз тағы да реинвестицияға ақша құямыз, тағы 1-2 жыл мысалы. Одан кейін сол біз жұмыстарымызды қойып алсақ, қонақ үйіміз бар, ресторанымыз бар, құлпынайымыз бар, сүт өнімдері бар, барлығын сон 0-0-мен келтірсек, ол үлкен. Ол жердегі табыстың көзі басқада. Біз табыс деген кезде тек қана ақша ойлаймыз. Мәселе ақшада емес. Құндылықта. Біздегі табыс ол біздің тәрбиелі, мықты, еңбекқор бала. Мысалы, біздің табысымыз ол біздің екеуміздің бауырлық қарым-қатынасымыз. Сол кезде біз екеуміз бір-бірімізді жақсы танып, сол ауыл біздің ұйытқы болып, бізге екеуміздің бір-бірімізді жұмыс істеп кетуімізге себепкер. Қазақи тәрбие дейсіз ғой. Қазақи ата-бабамызда келіп бұл жерде сен туысқаның шақырасында, сен байлығың ол туысқаның. Әке-шешең саған риза, келді, демалды, қонақтарын күтті, подружка, достарын шақырды, отырды, шайын ішті, міне, әкең разы. Басқа қандай байлық керек саған? Мысалы, біз просто байлықты бір-ақ нәрсе деп қана ойлап қалдық та, сол қате. Негізі, если сіз ақшадан басқа нәрсе айтсаңыз, ол жерде табыстың көзі енді орасан. Отбасы байлық. Конечно, осының бәрін біз түсіну керекпіз бұны. Оны әшейін сөзбен ғана айтпай, мысалы, ол біздің қазір қазір көп адамдар тек нан есептеп жатыр ғой. Иә, ақшаны. Құрметті оқырмандар, қазір енді бұл проект бүкіл қала бойынша, ел бойынша шулап жатыр. Сіздер енді бірден кіріп бата қалам дейтін болсаңыздар, ол қате ұғым. Сіздер Жеңіс аға ұқсап, осыған дайын болуыңыз керек. Енді Жеңіс ағаны білеміз, бұрыннан кәсіпкер, басқа салаларда да кәсіптері бар. Бұл былай қарап тұрсаңыз, ұзақ жылдық проект. Жаңа сіздің бірінші сұрағыңыз бар ғой, неге біздің 100 жылдап кетпейді? Біз осы ауылды біз 100 жылға өзіміз есептеп жасадық та, мысалы. Стратегиясы бар. Және бұл ғасырдан ғасырға кету керек.
сол үшін біз бұл әулеттің өзіміздің ережемізді қойып жатырмыз. Кенішбектер деген жаңағы фамилиялар тұру керек. Бұл жерде әрі қарай тектілік кету керек. Бұл жерден біз оның негізін қалаушымыз. Мысалы, әрі қарай менің немерелерім, шөберелерім сол школадан өтетін деңгейде болу керек. Қанша профессор болса да, спортсмен болса да, қанша мықты болса да, сол мектептен өтпей, ана фамилияны ол алып жүре алмайды. Демек, Жеңіс аға, бұл бизнесіңіз сіздің атадан балаға, баладан немереге қалатын сондай стратегиямен жасап жатсыз ғой? Сонда менен сұрақ қояды, мына жер мен кеткеннен кейін кімге қалады дейді. Мен айтамын, бұл жер менікі емес, бұл жер әулеттікі. Бұл әулеттікі болғаннан кейін бұл әулетке қалады. Бұл жерде егесі мен деген, бұл жердің егесі біз деген сөз болады. Біздің ауыл десіз. Сол үшін ол біздікі, сол үшін ол біздікі болу керек, ешкім менікі деп айта алмайды. Ол жерде тұратын адам тек қана жаңағы жұмысты басқару үшін как руководитель ретінде ғана басында жүреді, икемі бар адам. Соның басында. Қалған бүкіл тірлікті өз-өзіне құйып, бүкіл әулетке қандай не керек, сол жаққа жұмсалады. Биыл 3-ші жыл сізде, иә? Биыл 3-ші жыл бітті, 4-ші жыл басталды. Қанша адам жұмыс жасап жатырсыз жерде? Қазір 50 адам точно жұмыс істеп жатыр. 50 адамға жұмыс беріп жатырсыз, иә? Қазір, ол біздің үйдің балдарын бәрін қосқанда. Бұлайынша енді мамандар бар, басқасы бар, 20-30, 20-25 маман бар енді. Көріп жатырық, малда бір маман, құста мамандарымыз бар. Олардың сосын аутсорсингтегі мамандар бар, сырттай бізге консультация беріп отырады. Мысалы, ауылға анда-санда келіп тұрады деген сияқты. Жеңіс аға, сұхбатыңыз үшін үлкен рахмет. Сізге рахмет. Мен мына сұхбаттан біраз нәрсе түсіндім. Мен де жаңағы сіздің неңізді алған кезде мен де сондай ұзаққа не қылдым, бірақ қазір сұхбат барысында мен де соны істеуім керек деген. Әрбір қазақтың, әрбір біздің бұрыннан келе жатқан ата баба жолы бұл негізі. Ата кәсіп бұл. Біздің бұрыннан осындай нелерімізде болған аталарымызда әрқайсы өзінің елі болған, жері болған. Сол үшін біз өзімізге қазақтың жерін біз өзіміз алып, өзіміз игермесек, біреу келіп игереді оны. Сол кезде ренжімеу керек. Айтпау керек біз. Мына жерде әдемі жерді алып алыпты, ана бүйткенде деме. Сен просто істе. Қазақстанның кең байтақ жері жатыр. Сол үшін ең әдемі жерді ал. Ең жақсы жерде тұр. Ең жақсысын ал, ең жақсы жер. Қазақтікі жерінен шығып. Ешкім саған әңгіме айтпайды. Неге сен мына жерге келдің деп. Мен Қызылордалықпын. Неғып сен Қызылордада отырмайсың? Неге сен Алматыға, Талғарға келдің деп маған кім айтады? Өйткені қазақ елінің ішіндемін мен. Дұрыс айтасыз. Ауыл жасасын, біздің ауыл жасасын. Құдай қаласа, Алла разы болсын. Алла қаласа, мынау ниетіңіз, арманыңыз, мынау ұрпаққа деген қалдырып жатқан не десек болады, өсиетіңіз орындала берсін. Рахмет. Әрбір қазақтың міндеті ғой. Итак, бәріміз бала шағаның қамы деп қоямыз да. Бірақ сол бала шағаны қамын тамақ аузына тығу мен киім алып берумен шектеп қойдық та, өкінішке орай. Ал шын бала шағаның қамы оны жұмсап, оны іскер қылу керек. Алла қаласа. Алла қаласа. Рахмет. Онда өтеміз біздің ауылға, қонақ боламыз. Проблема емес. Сантайрос компанияның 20 жылдығы керемет өтіп жатыр. Сырымбек ағамыз. Сырымбек аға, жалпы осындай компания деңгейге жеткізген қандай нәрсе айтсаңыз болады? Бәріміз кәсіпкермін, маған 19 жыл биыл өзі салды. Мен ойлаймын, ерінбеу керек бірінші. Екінші, жан-жағыңды ұмытпау керек. Жан-жағың деген ішіне жұмысшыларды кіргізу керек. Жұмысшыларға дұрыс көңіл бөлу керек. Екінші, жұмысшыларға көңіл бөлген сыртында олар көңіл бөлді екен деп қат есіріп кетуі де мүмкін. Оны да баланспен ұстау керек. Орнымен. Ең бастысы ерінбеу керек. Содан анау бір Американың ғалым жақсы сөзі бар. Сен егер жақсылық жасамасаң, сен әлі жақсы өмір сүрмейсің дейді. Сен әлі жақсылық жасамасаң дейді, сен әлі жақсы өмір сүрмейсің. Сондықтан барынша көп адамға жақсылық жасау керек. Бірінші беруіміз керек. Беру керек. Одан кейін Аллах Тағала береді. Так, екінші сұрағым.
біздің Қазақстанның компаниялары неге әлемдік компаниялар деңгейде шыға алмай жатыр жалпы? Мен ойлаймын, шыға алмай жатқан жоқ, шыққан компаниялар бар, бірақ бізде тұрақсыздық көп қой, компаниялардың ішінде. Біреу жеттім деп ойлап қалады, біреу маған осыған шүкіршілік дейді. Жалпы әлде болса да енді компаниялар 30 жыл, 35 жыл болып келіп жатыр ғой. Сондықтан, мысалы мен Кусто группты айтатын едім. Кусто групп Вьетнамға құрылыстар салды, Израильда бояу шығаратын өндірістері бар деген сияқты көп шетелде нелері бар ғой. Мысалы, мына компас заправкасын қарасаң, жанармай құю бекетін стилін Қазақстанға өзгерткенде солар компас. Сондықтан ол бір-ақ компания емес, мен білетін бір 5-6 компания бар, бірақ жаппай шетелге танылып жатқан аз деуге болады. Енді мынау дөңгелек саласында ұзақтан бері жасап жатсыз. Аллах қаласа өзіңіздің өндірісіңізді кәдімгі Қазақстанның баллоны деп машинамызға. Жалпы қазір ондай бізде ой жоқ. Негізі 2018-де болған. 2020-дағы ковидтан кейін ол ойды сәл саралай келе дұрыс емес деп шештік. Неге десең, біздің қазір осы жалпы экономикамызға, жалпы Қазақстандағы территорияда сатылатын баллон үшін өндіріс салу болмайды. Ол тек мемлекеттің субсидиясымен отыратын шығар. Сондықтан мен жалпы мемлекеттен бір субсидия тендер алып көрмеген. Сондықтан мен мемлекеттің қолдауымен өндірістердің ұзақ уақыт жұмыс істеуін қаламаймын. Сырымбек аға, бізде негізі мен өзім Қазақстанда көп кәсіпкерлерді білем, бірақ өкіметке қатысы жоқ, өздігінен көтерілген кәсіпкерлердің бірі, ондай адамдарды мен сыйлаймын. Мен өзім де өкіметтен 1 теңге де алмаған, даже жеңілдетілген несие алмаған адаммын. Мен оны өзім басымнан өткен. Жалпы Сырымбек аға, мынау Сантайрас компанияңызға Аллах қаласа алдағы уақытта үлкен белестер тілеймін. Құдай қаласа әлемдік компания сізден балаңызға, балаңыздан ұрпағыңызға, немерелеріңізге қалатын компания болсын. Осы компаниямен біз мақтанайық, осындай компаниялар көп болсын. Әмин. Рахмет. Рахмет. Сырымбек аға, біздер. Жарқ етіп жоқ болдың ғой қас-қағымда, қас-қағымда жарқыраған өзіңді қалай табам, жұлдызға жетіп